Сөйтіп сондай дейсің. Айтқанша Азима күннің үстінде мынаны шуба киіп алсаң. Ана тақай деген адам мақырға баяғы 8 жылдан шуба әперемін деп еді. Кеше әперіп тұрды. Не қылайын енді киіп алдым. Қысқа шыққан модысқа шығып кетеді ғой бұның. Модысқа шығып деп шіркеп пе? Шірімеймен. Шүйепіп шыдайман ғой, не күйеуім әперген зат. Жарасып тұр па бірақ? Жарасып тұр, әмме қарасып тұр. Осы шубынан алу үшін 8 жыл күтіп, ал мынандай пақтадан өзім ақ тік беретін болсаған. Тәртші қолыңды. Ауа, біздер пақта киеміз, шобыт киеміз. Сіздердің номер один блогер емеспіз, 500 топқа киетін. Ой, бұндай көйлек тігу үшін номер один болу шарт емес. Жүр, сен арзан жерге апарайын. Мен осы жер той шашу тауарлары. Бұл жерде орамалдан басылап көрпешелік тауар, қаделік тауар, попка тауар, әммесі таулады. Ең басылысы бұл попка тауарлар арзан, әмде сапалы. Ал таңла қайсысын аласаң? Әлпия жаңа омыл попкаларын наумеді? Ау, хай, тойдырған сақалына деп рахмет айтуға да жарамай кетіп қалды ғой. Айтқанша сіздерге мәнзіл айтып жіберейін. Мына жағымыз Дамбазардың дарвазасына қарама қарсы той шашу тауар магазині, ал бұның екінші филиалы болса Салтанат сарайдың бірінші этажында. Мына жағымыз Мега, мына жағымыз Салтанат сарай. Келе бересіз. Айтқанша бұл жерде заказға көрпешелеріңізді екінші этажда өздері бір инеден шығарып, мощный етіп тік береді.